Сенің екі өмірің бар, және де ол екінші өмірің қашан пайда болатынын білесің бе? Сен қазір бір ғана өмірді сүріп жүрсің, күнделікті және де үйреншікті. Және де бірақ екінші өмірің де бар. Ол кезең сен, когда бір нәрсені кеш түсінген кезде пайда болады. Уақыт шексіз емес. Көп адамдар кеш түсінген нәрсесін көбінде кейін деп кейінге қалдырып жүріп өмір сүргендіктен сол екінші өмірі кеш пайда болады да. Яғни кейін бастаймын, кейін өзгеремін, кейін жасай саламын, ертең жасай саламын, болмаса болашақта деп отырады. Бірақ ол кейін деген процесс может быть келмеуі мүмкін. Вот сол кезде ғана адамда оянатын болады. Сондықтан да сен қазір көбінде кейін деген процесспен жүрсің бе? Әлде қазірден миыңа, ойыңа жақсы идеялар, жақсы ойлар, жақсы іс-әрекеттер келсе, соны жасап үйреніп жүрсің бе? Аз-аздан болсын. Вот өзіңе осындай сұрақ қой.